комментарийде көп байқайтын шығарсыз, жаңағы мейірім деген көп насихатталып жатыр ғой енді. Бұл негізінде үкіметтің істейтін жұмысы ғой деген комментарийлер көп та. Мысалы, 10 қазақ үйісіп, біреуге ұялып бере жатса керемет, бірақ енді қашанғы енді осылай дейді. Осы мәселеге не деуге болады? Енді біз көбінде қазір ақпараттың айдауымен кетіп баратқан қауымдарымыз ғой, әлемді қазір ақпарат билеп тұр ғой. Ақпараттық медиа сауат деген нәрсе қазіргі уақыттағы ең қазаққа керек сауатты. Қазаққа қазір бір үлкен университет бітірмесе де бір медиа сауаттылық керек. Мысалы, кеп жатқан ақпарат тексеретіндей, кеше ойбай мысалға мына жақта 100 адам қырылып қапты, немесе Алматыны біреу қырып келе жатыр екен десе, адамдар кәдімгідей ауырып қапты, давлениесі көтеріліп, больницаға түскен адамдар болды да. Медиа сауат деген маңызды. Сондықтан қазір біз үшін ең маңызды нәрсе не нәрсе? Ең маңызды нәрсе ол ешкімді ешкім бақытты қылмайды. Әркімнің бақыты өзінің ішінен басталады. Өкіметте, күйеуіңде, әке шешеңде емес, әркімнің бақыты. Өзің бар ғой, қазақ айтады, әлгі Алла бала бер дейді. Бала берсең сана бермесең ала бер дейді. Өз қазақ не то что ол мемлекет, не то что көрші, балама сана бермесең ала бер, маған керек емес деп отыр. Дұрыс емес бала көзіңе көрініп жүрген жыммен тең дейді. Термелерді айтып жатыр да. Сондықтан біз жалпы біреуден бір бақыт күту, біреу менің бүкіл мәселемді шешіп береді емес, қазіргі уақытта әрқайсымыз өз мәселемізді шешудің барлық жолдарын қарастыруымыз керек. Бірақ мемлекеттен бағанағы айтқандай заңға сай талап ету проблема емес. Мемлекет өзінің әлеуметтік мәселесі бар, ұйымдастыруы бар, конституцияда қандай талаптары бар, соның бәрін орындауға әрине мемлекет тиісті. Бірақ бір мәселе бар. Әнеугүні неге міндім? Яндекс таксиге міндім. Соның отырсам бір тәжік жаңағы жігіт. Сосын мен сәл бір онша қатты бір жақсы қарамағанын сезіп қалды да анау. Бірақ мен жол жөнекей біреуге ассалаумағалейкум, алейкумсалам деп бір мұсылманшылық сипатта сөйлесіп баратқанымды көрді. Сосын мен сұрадым орта жолда. Сен қаяқтансың деп, мен Тәжікстаннан келдім деді. Орысша білесің ба, сен білмеймін дейді. Қазақша білесің ба, білмеймін дейді. Алматыны білесің ба десем, білмеймін дейді. Мына картаменен таксовать етіп жүрмін дейді. Осы жерге келдік, қарыз қалдық, ағамыз екеуміз кезек. Қайда тұрасың десем, осы таксидің ішінде ұйықтаймын дейді. Таксиде ұйықтап, Алматының осы 20 шақты күннің ішінде жартысын біліп алған. Жаңа мен айтқан тұсты шамалап тұр дегендей кетіп бара жатыр. Сонда таң қалдым. Не тіл білмейді, не қаланы білмейді. Күтіп тұрған нағашы, жиені, класстас, курстас ешкім жоқ бұл жақта. Бірақ сояққа тәуекел етіп келіп, өзінің бақытын табам деп, бала шағасының қамын жасаймын деп, Алматыда ақша бар екен деп, жаңағы 1000 шақырымнан келіп, жайықтың бойынан, Каспийден жайыққа кеп, уылдырық шашып ұрпағын көбейткен бекіре балық сияқты, әуре болып, соны Тәжікстаннан кеп, осы жақтан ақша тауып, былайша айтқанда біз оларға жайық болып тұрмыз ғой енді. Осы жаққа келіп жайылып, өсіп өніп өркендеп жатыр да. Енді осы Алматының ішінде менің қанша танитын таныстарым бар да. Аға, маған бір 50 000 теңге беріп тұрсаңызшы ай сайын дейді. Ал 50 000 теңгені жаңағы тәжіктер 500 000 теңге келіп тауып кетіп жатыр осы жерден. Сондықтан біз әлі алтын аяғымыздың астында жатыр. Және өзіміздің бақытты болуға толық мүмкіншілігіміз бар. Адам бақытты болу үшін үш нәрсе керек, бауырлар. Адам бақытты болу үшін ақыл-есі бүтін болу керек. Сосын денесі бүтін болу керек, және тыныш заман болу керек. Егер ақыл-есің бүтін болса, денең бүтін болатын болса, тыныш заман болатын болса, ол адам толық бақытты болуға мүмкіншілігі бар да. Оның мүмкін кедей болып тұрып жүріп те бақытты болуы мүмкін. Мүмкін бай болып жүріп те бақытсыз болуы мүмкін да. Сондықтан жаңа сіз айтқандай, жаңағы Яндекс таксимен кеп отқан адамның өзі мені таң қалдырды. Екінші нәрсе, әнеугүні Өзбекстанға барып келдім. Өзбекстанның бір қазақтары, енді әртүрлі қазақтар шақырды, соның ішінде бір жай қарапайым кірпіш қалап жүрген, осы Қазақстанға кеп ресторандарда қызмет етіп кеткен балалар екен де, жай қара шаруа. Сол жерде Атабек деген бала мен екі есікті Матиз деген машинамен алып жүр. Сонда жаңағы жігіт алып жүріп әңгімелесіп келатып, енді мен мынандай сұрақ қойып қалдым да. Осы Каримовтың қызы бір істі болып жатыр еді, Гүлнара деген. Қалай болып жатыр қазір деп. Неге дегенде ол маған бір қызық тақырып емес, бірақ енді білмеймін, Өзбекстанға келдім дегесін ба, жаңағы Өзбекстанда тұрып жатқан қандасымызды өзімсініп сұрадым ба, енді қазақ болғасын айтатын шығар деп. Сонда ана жігіттен мынандай жауап естідім да. Ой, аға дейді да, сіздер ертең кетесіздер ғой, қайтесіз соны, сізге керек емес, сіздер кеткесін ол мәселені өзіміз шешіп аламыз дейді. Бұл ол елдің бір дипломат емес, сыртқы істер министрлігінде істейтін, ол жай Матизде жүрген, кірпіш қалап жүрген жігіт белгілі бір дәрежеде
өзінің мемлекетшілдігін, өзінің елін сүйетінін, әлгі Мұхтар айтатын сөз бар ғой, өз еліңді керемет болған үшін емес, өзіңдікі болған үшін сүйесің дегендей, сөйтіп тұр да. Сондықтан қазір сіз айтқандай қазақ баласына өте керекті бір қасиет бар да, өзіңе керек болмаған нәрсеге араласпау. Ал енді күндіз түні бізге сайттар менен блогта не деп айтып жатыр, сен саясатқа аралас. Сен біреудің тығып қойған қанша дүниесі бар, соны іздеп тап. Сен қай жерде кімнің қандай кемшілігі бар, соны біліп жүр, кейін бір жерде қолданасың алдынан шықса. Деген сияқты керек емес бір проблемаларға. Былайша айтқанда ақпарат бізге былай көрсетіп жатыр да. Ақпарат бізге әрбір детальды ашып көруге бізді итермелеп жатыр да. Әне күні бір студенттермен кездесіп отырып айтам да, сен бір қызға көңілің кетті. Қарап ең сүп сүйкімді, қандай қазақтың әдемі қызы. Шіркін-ай, менің жарым болса екен деп отырсың. Бірақ сол жарыңды стеклоның ар жағына қойып, лупамен саған көрсетсе мұрынның үстін. Терлеп тұр да, мұрынның үстін тершіп тұр. 90% гарантия сен оны алмайсың дейді. Басқа жерін көрсетпей қойсын, тура мұрынның ұшын саған үлкен лупамен көйтіп көрсетсе, ана астынан жаңағы майланып тұрған жаңағы қағаздарын. Сен ол қызды алмай кетесің. Немесе бір жігітті көрдің, ол жігіт керемет, батыр, қолы ашық, жомарт, бірақ соның жаңағы бетінің тұсын үлкен қып көрсетсең де түктерін. Ол қыз мысалға көңіл қайтып қалуы мүмкін. Адамның қабылдай алатын бір қабілеттері мен қасиеттері бар. Одан артық оны үлкейтсең, әлгі децибел, белгілі бір децибелді құлақ көтере алады, одан ары қарай жарылып кетеді. Сол сияқты бір ақпараттың да бір мысалға шынымен Өзбекстандағы Гүлнараның тағдырының не екені маған не қатысы бар? Маған не қатысы бар? Анау брачка мен орныма қойып тастады да. Ол дұрыс айтып отыр. Аға, сіз кетесіз дейді да. Гүлнараның мәселесін өзіміз шешіп аласыз, қайтесіз дейді да. Ал мен күндіз түні мына жақта дуылдап атқан әңгіменің дуымен барып тұрмын да Ташкентке. Сондықтан ақпарат деген анау шешу керек, мынаны мемлекет шешу керек, әкем оқыту керек, шешем мені бақытты қылу керек деген нәрселер бізге нагрузка. Мемлекет өзінің істесін, талап етейік заңды түрде бағанағы европалықтар сияқты. Бірақ бағанағыдай бәлез демей шошытпай. Мысалға алдыңа бір дүкенге келіп қалдың, орысша сөйлейтін біреу кездесті. Алдымнан өте көп кездеседі. Сол кезде ана орысша сөйлейді саған, что вам надо дейді. Сол кезде мне надо кефир. Не, қазақша білмейсің ба? Қазақша сөйле десем, анау үйренбейтініне кепілдік бар. Ал енді мен керісінше, рахмет айналай, маған бір айран беріп жібересің ба деп жылы жүзбен қарасам, анау біріншіден ыңғайсызданып қалады. Екіншіден ар жағында білетін шала қазақшасы болса да сөйлейді. Үшіншіден бәрібір саған құрмет артады. Сен оны бұрышқа тақап тұрған жоқсың. Өйткені бізде құрбан ұрпақтар бар. Әдейі мен осы қазақтың қанын ішейін, сапасын түсірейін деп орысша сөйлеп кеткен жоқ. Әкелері әйтеуір орысша сөйлемесе күнін көремейді деп уақытысында берген әртүрлі сапалар бар осында. Сондықтан дүниеде жақсы көрмеген адамынан адам насихат қабылдамайды. Сен туған әкеңнің өзіне ерегісіп қалсаң, қандай ақылы болсын қабылдамайсың. Ал енді неге мына 3 жас пенен 5 жастың арасында балаңа әке-шеше жақын болсын дейді көбінде. Сөйтсе баланың ең ойланбай қабылдайтын кез екен да. Сол кезде оның бір шешесінің сіңілісі ма, көрші әйел ма, нянька ма, біреу балаға жақын болып қалса, өмір бақи соның қылығын жақсы көріп, соны сағынып, соны аңсап өтеді екен да бала. Бізде ата әжеге жақын болатыны сол 3-4 жаста өз әке-шешенің қасына жатып, сөйтіп жақын болып қалады ғой. Сондықтан бір-бірімізге махаббат, мейірім деп отқаным сол. Дүние өтеді. Ертең осы біз жабысып отырған қызыл-жасыл дүние өтеді, бірақ бір-бірімізге деген махаббат пен мейірім ұрпаққа ертең үлгі болып қалады.